каратэнмен застараны ішіп, қазір уже менің сахарым вообще көтеріп жүрген жоқ. Менің сахарым негізі таңертең 15-16 болады, кешке жақын 30-31-ге дейін көтеріледі. Мен инсулин, 3 түрлі инсулин салам. Короткий деген инсулин бар, оны кіндіктен салатын. И длительный инсулин бар, оны мына жерден салам. Мына жерлерінің бәрі көппен-бөк болады. Міне періш болып қатқаған болады. Қазір ең соңғы міне қарасаңдар, мына жерде кішкентай ғана жасыл бір тал ғана не қалды. Көппен-бөк болып мынау қатты болады. Уже мен инсулин салмағаныма где-то 20 күн болды. И мына кіндігімде мына жерде міне. Кіндігім бәрі көкала болатын, бұл да кетіп, мына жерде бір тал ғана қалды. Көрдің бе? Қазір ұйқым тынышталды, ұйықтамайтын. Ұйқым тынышталды. И қазір таңертең тісім шаймай бірінші сахарыма жүгіремін, өлшеймін сахарымды. Өлшеген кезде, ана жүр сахарым уже басында ең бірінші өлшеп жүргенде түсіп келе жатқанда 10-11-ді көрсетіп жүрді. Мен ол кезде 16 болатын. Оның ертесі күні 10 болды, одан кейін 9 болды. Қазіргі уақытта менікі 7. Маған 11-ге түссең қуан деген маған врачтар. Мына инсулинмен еще индап деген жаңағы дәрі бар. Таңертең ашқарақ ішесің, ол бүткіл қаның тазалап, сейдіріп өйтпейді. Сол кезде кішкене сахарың не алатын. Қазір ол дәрінде ішпеймін, инсулинді ішпеймін, только застарымен каратэн. И витамин А, В қызым.